Баршаңызға қайырлы күн. Мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз кәдіден осындай өте дәмді, керемет болып пісетін тіске басар дайындайтын боламыз. Біздің кәдіміздің көлемі үлкендеу, ішінде дәнегі бар. Яғни бұл асқабақ емес, бұл кәді, кабачки. Енді біз өзімізге қажетті кәдімізді жіңішкелеп кесіп алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей барлық кәдімді осылайша кесіп алдым. Енді майды қыздырып қоямыз. Майымыз қызғанша сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Негізі кәдіні өзінде маймен қуырып жей берулеріңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей екі жағы қызарғанша майға қуырып алатын боламыз. Достар, мені арнамда сіздерге арналған өте керемет қарапайым рецепттер бар. Сондықтан да мені арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Үккіштен өткізіп алған сарымсағымызға майонезді қосып, жақсылап араластырамыз да кәділерімізді тәрелкемізге орналастырып шығамыз. Одан соң бетіне салмасын салып, оған турап алған қызанағымызды қойып шығамыз. Мінекей осылайша сәндеп дастарханымызға ұсынамыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, керемет болып шықты. Сондықтан да сіздер де дайындап көріңіздер. Мені арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.